Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз «Несмотря ни на что» атты фильмге шолу жасаймыз. Бұл фильмнің желісі өмірден алынған. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдау мен үшін өте маңызды. Ал біз бастаймыз. Вы что, слепой, что ли? Да, я слепой! Что? А вы это так и не заметили. Сюжет бізді үлкен сынып оқушысы Сали Кахаваттимен таныстырады. Сабақтан демалыс кезінде еңбекқор жігіт ағасының жолын қуу үшін даяршы болып жұмыс істейді. Сали өзінің өміріне жоспарын құрып қойған. Экзамен тапсырып қонақ үйісіне түскісі келеді. Бірақ бұл шешімі Шри-Ланкадан жер аударып келген әкесіне ұнамайды. Жігіттің армандары көру қабілетін жоғалта бастағанда құрыды. Дәрігердің тексерісі кезінде одан сирек кездесетін ауруды табады. Уақыт өте келе көзі толықтай көрмей қалуы мүмкін. Көру қабілетін сақтау үшін бас кейіпкер тез арада ота жасатады. Отадан кейін көру қабілеті тек 5%-ды көрсетеді. Болған жағдайдан кейін Кахаватти өзінің жоспарларынан айнуды ойламайды. Уақыт өте көру қабілетінен айырылғандықтан басқа сезу мүшелері жақсы жұмыс істей бастағанын сезеді. Оның есте сақтау қабілеті өте жақсы дамып келеді. Оған әпкесі Шила да көмектеседі. Мектепті өте жақсы бағаға бітіріп, Сали бірнеше отельге өзінің мінездемесін жібереді. Бірақ көзінің нашарлығына байланысты олардан бас тарту шешімін алады. Келесі сәтсіз жұмысқа кіруден кейін бас кейіпкер нар тәуекелге барады. Ол өзінің жұмысқа беретін өтінішін бавариялық қонақ үйге жібереді. Ол жер Германиядағы ең мықты қонақ үйдің бірі. 5 жұлдызды қонақ үйден барлық жаттығудан өту үшін көзінің нашар көретінін айтпайды. Күні-түні Шила інісін көзін көрмейтінін білдіртпес үшін жаттықтырады. Солай Салиді сынақ жұмысына шақыртады. Анасы мен әпкесі Салиді Мюнхенге әкеледі. Олар Салидің жұмысшылардың директоры Фрид мырзамен танысуына қобалжи қарап тұрады. Уақыт өте екеуіне Макс Шрёдер қосылады. Ол да сынақтан өтуші. Өзінің кешігуінің себебін керемет оқиғамен байланыстырады. Фрид жігітке сеніңкіремей тұрғанда жігітті Сали құтқарады. Бөтен жігітке көмектесіп тез достасып кетеді. Экскурсия кезінде ол ағасының арманын есіне түсіріп мұқияттылығын жоғалтып алады. Ол қайта-қайта шалынып бөтен дыбысқа көңілін алдарқата береді. Бірақ оның кемістігі білінбей қалады. Әрине, бұл уақытша еді. Фрид сынақтан өтушілерді бас аспаз Кронмен таныстырады. Әрі ресторан мен бардың жетекшісі қатал Кляйн Шмидтпен таныстырады. Ол жаңа келгендердің жаттығуымен айналысады. Екі жігіт оңаша қалғанда Макс Салидің бір түрлі болып жүргенін айтады. Кахаватти оған өзінің ерекше есте сақтауы мен ес сезуінің оның кешігу себебін айтып паш етеді. Қысқа сөйлесуден кейін Салидің қабылданғанын жеткізеді. Содан кейін Шила інісіне Мюнхенге көшіп жаңа жерге тұрақтауына көмектеседі. Оқудың бірінші күні 30 сынақтан өтушіні бірнеше топқа бөледі. Макс пен Сали бір топта болады. Бірінші олар бөлмені 2 сағат ішінде жинап үйренеді. Әрине, көзі көрмейтін жігіт қиындыққа тап болады. Шрёдер жолдасы айнаны үлкейткіш әйнектің көмегімен жақсылап тазалауға тырысып жатқанын көреді. Салидің құпиясын білгенмен басқарушыға оны айтуды ойламайды. Макс Салиге бөлмені жинауға көмектесіп, бірнеше мейрамханасы бар әкесі еңбекпен ақша тапсын деп өзін жібергенін айтады. Шрёдер жолдасына жаңа ортаға үйренуге көмектеседі. Оған ғимараттың әр бұрышын үйретіп, әр іс-қимылын жаттауына көмектеседі. Сали ерекшелігінен бірнеше ыңғайсыз жағдайға тап болады. Кемістігін біраз уақытқа дейін жасыра алады. Бөлме жинауды жақсы бағада бітіріп, сынақтан өтушілер ас бөлмені жинауға кіріседі. Бір күні афгандық ыдыс жуушы Самит ыдыс жуу кезінде Салидің болмайтын қателіктер жіберіп жүргенін көреді. Ол жігітке құпиясын ешкімге айтпайтынын жеткізеді. Сосын бас кейіпкер бөтен керемет қыздың дауысын естіп, бет әлпетін көрмесе де ғашық болып қалады. Содан кейін періште дауысты Лаурамен танысады. Қыз асханаға азық-түлік тасумен айналысады. Екеуі әңгімелесіп жақсы тұрғанда Салиді Крон шақыртып алады. Бас кейіпкер Мартаделді арнайы құрылғымен кесу керек. Көзі көрмейтін жігіт ойлағандай жарақат алады. Бас аспаз оған алаңдай қарайды. Ер адам басқарушыға бәрін айтудың орнына жігітке көмектесіп, құрылғының қалай жұмыс істейтінін көрсетеді. Содан кейін Сали Лаураның жігіті бар екенін біледі. Макс досының көңілін көтеру үшін түнгі клубқа келеді.
Ол жерде қызбен танысып түнді өткізеді. Солай ас бөлмедегі жаттығу өз мәресіне жетеді. Сынақтан өтушілер қабылдау бөліміне барып партияның қызметіне үйренеді. Кахаватти басында шатасып қате жібереді. Кейін өзінің керемет қабілетін қолданып жақсы көрсеткіш көрсетеді. Солай Салли ұжымның белді мүшесіне айналады. Ол жолдастарына үнемі көмектесіп жүреді. Лаурамен қарым-қатынасы да жақсара береді. Қыз жігітімен айырылысқанын білгеннен кейін Салли оны кездесуге шақырады. Енді ең қиын жаттығу кезеңі де келіп жетті. Өте қатаң Клайншмидттің барында жұмыс істеу. Аса ұқыпты жұмыс дегенмен бас кейіпкер коктейлді жасау қолынан келмейтінін түсінеді. Макс досын жаттығып үйрену үшін әкесінің мейрамханасына әкеледі. Сәтті жаттығудан кейін Салли Лаураға бірінші кездесуде кемістігі жайлы айтпайтынын жеткізеді. Макс досының бұл әрекетін құптамайды. Клайншмидт Кахаваттидің керемет сусынды жасағаннан кейін ештеңе айта алмайды. Сосын жігіт кешке арманындағы қызбен кездесуге барады. Әңгіме кезінде Лаураның жалғыз басты ана екенін біледі. Бұл жағдай оның қызға деген көңіліне еш әсерін тигізбеді. Қыз жігіттің керемет екеніне көзі жетіп, демалыс күні баласы үшеуі өзен бойымен қыдыруға шақырады. Келесі күні Салли үшін өте қиын күн болады. Ол азанмен тұрып ішімдіктерді ұстап көріп жаттайды. Сосын күні бойы тұтынушыларды разы ету үшін тік тұрып жұмыс істейді. Жағдайды бақылаушы қиындатады. Ол стакандарды жалтыратып сүрткізіп жатқанда түн жарым болады. Бұған Саллидің жүйке жүйесі шыдамайды. Солай Клайншмидттің 3 ескертуінің бірін алады. Түннің бір уақытында үйіне келіп, ыдысты даусына қарап тазалауды үйренеді. Өзі де алкогольді ішімдікті көп іше бастайды. Демалыс күні де келеді. Салли Лаура және баласымен серуендеуге шығады. Күні бойы олар табиғат аясында көңіл көтеріп өткізеді. Кішкене бала жігітке бірден бауыр басады. Кешке Лаура жағдайды өз қолына алып, Саллиді бірінші сүйіп алады. Кейін әйел жігітке баласының әкесімен айырылысу себебін айтады. Олардың қарым-қатынасын өтірік құртқан. Кахаватти Лаурамен өзі де әділ болмағанын түсінеді. Бас кейіпкер үйіне кеш оралып ішімдік ішеді. Соның кесірінен ертесі күні жұмысына кешігіп барады. Клайншмидт кешігіп келген жұмысшыны бірден аңғарады. Солай Салли екінші ескертуді алады. Жұмыс уақыты біткеннен кейін анасынан келген 3 қоңырауды көріп, жақсы жаңалық емес екенін түсінеді. Саллидің әкесі барлық ақшаны алып басқа елмен кетіп қалған. Әкесі анасының өмір бойы жұмыс істеуіне қарсы болған. Енді әйел жұмыс істеуге мәжбүр болады. Әйел ипотека күтпейтінін біледі. Салли ақша жағынан көмек ұсынады. Әйел баласына тағы жүк артқысы келмей бас тартады. Бас кейіпкер нан пісіруші болып түнде жұмысқа кіреді. Әпкесінен анасын айтпауын өтінеді. Лаурамен қарым-қатынасы әрі бітпейтін жұмысына үлгеру үшін ол тыйым салынған дәрілерді іше бастайды. Макс досының басқа жолмен кетіп бара жатқанын көріп, оған әрі қарай түзелмесең, арманың көкке ұшады деп ескертеді. Кейін оған Лаура хабарласып, баласын 1 сағатқа қарай тұруын өтінеді. Салли баламен ойнап жүргенде оған Макс хабарласып, неге жұмысқа келмегенін сұрайды. Бас кейіпкер үйлену тойына қызмет ететінін ұмытып кеткен. Қатты уайымдап, досын Клайншмидтке білдіртпей тұруын өтінеді. Сосын ғашығының келе жатқанын естіп, көңілі орнына түседі. Содан кейін жігіт баладан айырылып қалғанын түсінеді. Жігіт баланы жан ұшыра іздей бастайды. Лаура жалғыз жүрген Саллиді көріп, жағдайды түсіндіруін талап етеді. Салли көзі нашар көретінін мойындайды. Бала табылғасын Лаура жігіттің өтірік айтқанына төзе алмай, қарым-қатынасын үзеді. Жағдайды бағамдай алмастан ол жұмысына қарай асығады. Жолшыбай тыйым салынған дәрісін ішеді. Дәрі кері әсерін бере бастайды. Жігіт дәл Клайншмидттің алдында ыдыс аяқты сындырып алады. Макстың бұл жерден кет деген сөзіне қарамастан қонақтарға қызмет көрсетіп жүре береді. Бұл жақсылыққа алып келмейді. Салли салтанатты тортқа құлап кетеді. Солай басқарушы оның соқырлығы жайлы біледі. Салли жұмысынан да Лаурадан да айырылады. Енді ол анасына көмектесе алмайды. Оның организмі дәріден шаршаған. Түнгі клубтан ішіп алып шыққан ол баспалдақтан құлап қалады. Тек содан кейін сәтсіздіктер тоқтайды. Ауруханада есін жиып, әпкесін көріп бәрін бүлдіргенін түсініп жылайды.
Әпкесі оны жұбатып, анасы жұмыс тапқанын, енді ипотеканы өзі төлей алатынын жеткізеді. Содан кейін Салли соқырлығы жайлы кез келген жерде ерте ме кеш пе бәрібір білетінін түсінеді. Сондықтан төтенше жағдайда жауап беретін телефоншы болып орналаспақ болады. Бірақ тар бөлмеде отыра алмайтынын түсініп, ол ойынан айниды. Макс досын қолдау мақсатында таудан велосипедпен жылдам түсетін жерге келеді. Әрине ол бірнеше рет құлап алады. Содан кейін бас кейіпкер өз-өзіне келеді. Салли қонақ үйге келіп, ұстаздарынан кешірім сұрап, соңғы сынаққа қатыстыруын өтінеді. Басқа жұмысшылар жігітті қолдап, басшыларды келісуге мәжбүрлейді. Солай сынақтан Салли керемет өтіп диплом алады. Оқу бітіру кешінде Клайншмидт оны өзінің мейрамханасына шақырады. Бірақ Салли қонақ үйде енді жұмыс істегісі келмейді. Олар Макс екеуі өздерінің барларын ашады. Сосын Лаура екеуі татуласып қарым-қатынастарын жалғастырады. Осылай бұл фильм аяқталады. Арнаға жазылып лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.